Жолда шал келе жатыпты. Өзімен бірге ат басындай алтыны бар екен. Ол алтынды қайдан тапқаны белгісіз, қайда және не үшін бара жатқанды белгісіз. Ұзақ па, қысқа ма, жолаушы жүріп шаршай бастайды. Қарсы алдынан салт атты келе жатқанын көреді. Амандасып сөйлеседі. Шал одан: «Маған атыңды сатшы» деп сұрайды. «Сатпаймын, өзіме керек» деп жауап береді салт атты. «Оның орнына ат басындай алтын берем» дейді жолаушы. «Жарайды, онда солай ақ болсын» деп келіседі салт атты. Шал алтын береді, атқа отырып кете береді. Бірақ ат үйретілмеген асау, үркек болып шығады. Не көрсе содан үркіп адамды түсіріп кетеді. Онымен жүру шалға қолайсыз болады. Ұзақ па, қысқа ма, ол діңкесі құриды. Қарсы алдынан өгізге мінген адамды көреді. Жолығып амандасып, жаңалық бөліседі. Шал оған: «Ауыстырсақ қайтеді, сен аттал, мен өгізді алайын» дейді. Өгіздің иесіне бұл айырбас қызық көрінеді. «Неліктен ауыстырғың келеді?» дейді өгіздің иесі. «Мен кәрі адаммын, атым әлі үйретілмеген, үркеді, маған оны басқару қиын». «Жарайды, ауыстырайық» Ауыстырады. Шал өгізге отырып әрі кете береді. Өгізде отырған әлдеқайда тыныш екен. Бірақ өгіз тым баяу жүреді. Аяқтарын ерініп басады. Жылдам жүретін аттан соң шалға өгізде отыру жүргендей емес, бір орында тұрғандай көрінеді. «Оданша жаяу жүрейін» деп ойлайды. Солай ойлауы мұң екен, алдынан жіппен сиыр жетектеген адамды көреді. Амандасып сөйлеседі. «Сиырыңды өгізге айырбастайық» деп ұсынады шал. «Неліктен мұндай дәу күшті өгізіңді менің сиырымның орнында бергелі тұрсың?» дейді ол. «Ол тым ақырын аяңдайды екен. Оданша сиыр жетектегенім артық. Оны сауам, әрі сүтін ішем». «Жарайды, ауыстырайық» Олар ауыстырады. Шал сиырды жетектеп кете береді. Ол қырсық қыңыр болып шығады. Жүріп келе жатып тоқтап қалады. Ұзақ па, қысқа ма, оның жібін тартады. Алдынан 2 жасар жас тана ерткен адамды көреді. Оның танасы шалға жуас әрі көнгіш көрініп, ұнап қалады. Амандаса сала бірден оған: «Танаңды сиырға айырбаста» деп ұсыныс жасайды. Алдынан шыққан жолаушыға мұндай ұсыныс таңғаларлық болып көрінеді. Танаға сиыр айырбастау деген көрмеген, естімеген нәрсесі. Күліп қайта сұрап: Сен шынымен айырбастағың келе ме?» дейді. «Сиыр өзі қыңыр болып шықты» дейді шал. Тананың иесі қайтадан сұрап жатпады, ауыстырады. Шал ұнатқан тананы жетектеп келе жатады. Ол бір сәтте ойнақтап, секіріп қолға тұрмай кетеді. Шал сиырдан бетер қиналып кетеді. Жүре-жүре кішкентай бұзауды жетектеп келе жатқан адамды көреді. Амандасып азғантай сөйлеседі. Шал оған: «Кәне, айырбастайық. Сен менің танамды ал, мен бұзауыңды алайын» дейді. «Сен неліктен бұзауды 2 жасар танадан артық деп ойлайсың?» деп сұрайды бұзаудың иесі. «Мүмкін артық емес шығар, бірақ тана танымсыз, оны ұстай алар емеспін» дейді шал. «Егер солай болса, ауыстырайық» дейді. Олар ауыстырады. Шал бұзауды жетектеп келе жатып, алысқа бармай, бұзау одан жас болғандықтан ойнап, секіріп, құйрығын көтеріп, танадан бетер жүгіргісі келеді. Ақыр аяғы шал бұзаудан қиналып, дүниеден баз кешіп кетеді. Бір кезде шалдың алдынан ешқандай малы жоқ адам шығады. Иығында балтасы бар. «Құдайға шүкір, бұзауды балтаға айырбастап, еркін тыныс алам» деп ойлайды. Балтаның иесі де біраз таңғалып: «Неліктен балтаның орнына бұзауыңды бересің?» дейді. «Жас ақымақ ойнақтайды, шалға бой бермейді» дейді шал. «Жарайды, ауыстырайық» дейді балтаның иесі. Сөйтіп ауыстырады. Шал балтаны иығына салып, бойын жеңіл сезініп қалады. Өзі жолда жаңа ғана ойнақшыған жас бұзаудан бетер жүгіреді. Дегенмен әрі қарай жүре-жүре оған балта да ауыр болып көрінеді. Шал шаршап, аяғын сүйретіп баяу жүре бастайды. Жүре-жүре алдынан адам келе жатқанын көреді. Амандасып демалуға отырады.
Шал ол адамның белінде әдемі қынапқа салынған пышақты көреді. Мұндай ауыр затты не үшін көтерем? Пышаққа айырбастай. Деп ойлайды. Достым, пышағыңды балтаға айырбастайсың ба? Дейді. Кәне, көрейік, не балта ол? Деп сұрайды. Балтаң жақсы екен. Пышақ мен қынаптың құнына тең. Жарайды, қынабымен берейін. Дейді. Айырбастап екі жаққа кетеді. Шал пышақты қынабына тығып, етігінің қонышына салып келе жатады. Осыдан соң жеңілденіп қалады. Дегенмен ұзақ па, қысқа ма, шал жүре-жүре пышағы аяғын қажайды. Шал пышақты қонышынан шығарып қолына алады. Қолына да ауырлық етеді. Әрі қарай шал алдынан әйелді көреді. Оны қуып жетіп амандасып сөйлеседі. Содан соң оған пышақ көрсетеді. Пышақ сатам, аласың ба? Қай ақшама алам? Менде инеден басқа ештеңе жоқ. Өте жақсы, өте жақсы. Киімімді жамаймын. Инесін жібімен алып шекпенінің жағасына қадап, риза болып келе жатады. Инеден жеңіл зат табу мүмкін емес шығар. Жүре-жүре шал қары тізеден келетін суық өлкеге де келіп қалады. Бір жерден шал сүрініп қарға құлайды. Тұрып үстін сілкінеді. Инесі жайлы есіне түседі. Тоқта, мына жерге қадаған секілдедім. Қайда жоғалып кетті? Дейді. Іздеп сол күйі таппайды. Шал жолға отырып қайғырады. Онда үлкен байлық болған еді. Ат басындай алтын. Егер адал еңбекпен байлық жимасаң, бәрібір қайыры болмайды екен ғой. Мінеке, менің де қолымнан бар байлығым кетті. Тіпті соңғы инемді де жоғалттым. Деп ойлайды. Шал ұзақ па, қысқа ма, жолда отырып қайғырыпты.